2021 жыл Ақтау қаласы мен бүкіл Маңғыстау облысының спорттық және әлеуметтік өмірі үшін айтулы жыл болды. Қаланың 17 ықшам ауданында жаңа бокс орталығы спорт кешені ашылуда. Ол өңірде NCOC компаниясының әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру бағдарламасы шеңберінде салынған кезекті нысан болды. Всем привет, друзья! У меня для вас замечательная новость. Я сейчас нахожусь в 17 метро, сзади меня центр бокс. Қазір сіздерді осы бокс орталығымен таныстыратын боламын. Каспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан бірегей қашаған кен орнын игеруші NCOC мұнай өндіру компаниясы өз қызметін жүргізетін өңірлердегі түрлі әлеуметтік салаларды дамытуға ерекше көңіл бөледі. Осы салалардың бірі спорт. NCOC өзі жұмыс істеп келе жатқан жылдар ішінде Атырау және Маңғыстау облыстарында 12-ден астам спорт нысанының құрылысы мен жабдықталуына бастамашы болып, осы жобаларды қаржыландырды. Олардың ішінде 2017 жылы Ақтауда ашылған көп функциялы Маңғыстау арена спорт кешені бар. Міне енді тағы бір спорт нысаны барша ниет білдірушілерге есігін ашуға дайын. Орталық салудың басты мақсаты Ақтау қаласында және жалпы өңірде бокс пен басқа да спорт түрлерін дамыту. Ол бокс орталығы біздің жастарымызға ішінде алаңғарына көзіміз жетті көріп, үлкен турнирларды алып, үлкен чемпионаттарды алып өткізуге болады. Арғарай мүмкіндіктер көбінесе өзара жарыстар өткізу керек, жарыстарға көп бару керек. Осындай спорт орталықтарды, бокс орталығы, басқа да спорт орталықтарын көбірек салса, біздің халық қызығып тек келе берсе. Бұған дейінде спорт залдарымыз болды. Артта өсіп келе жатқан жастарымызға, бауырларымызға осындай үлкен спорт зал ашылып, ішінде қаншама рингтер бар, жаттығу жасайтын спорт залдарымыз бар. Үлкен спорт мектептері көп болған жағдайда бәсекелестік болады. Бәсекелестік бар жерде нәтиже болады деп сенемін. Осы бокс центрінің ашылуына біздің спортымыз одан да көтерілуіне себепкер болып жатыр. Жаңа нысанның негізгі мақсаты жастарды кәсіби спортқа баулу. Сонымен қатар облыс тұрғындары арасында фитнес пен салауатты өмір салтын насихаттау. Бұл жерде ірі спорттық жарыстар мен мәдени бұқаралық іс-шаралар өтетін болады. Ол үшін орталықта барлық жағдайлар жасалған. В детстве и в юности, когда мы занимаемся спортом, мы всегда думаем о том, чтобы достичь наивысших высот, стать следующими Мухаммедами Али или Майклом Джорданом. Спорт – это место, где ты встречаешь своих друзей, это активность, которая помогает быть в тонусе. Спорт – денсаулық кепілі, сондықтан да әрбір адам спортпен шұғылдануы тиіс. Спортпен айналысқан, формада боласың, жақсы тонуста жүресің. Әр адам спортпен айналысқан дұрыс, осындай жағдайлар істеліп жатыр. Спорт залдары қазір көп, спортпен айналысыңыздар. Ақтау бокс орталығы 4 гектардан астам аумақта салынған. 3 қабатты кең ғимаратта орналасқан. Бірінші қабатында 1,5 мың көрерменге есептелген әмбебап спорт залы жайластырылған. Ақтау бокс орталығы 4 гектардан астам аумақта салынған 3 қабатты кең ғимаратта орналасқан. Бірінші қабатында 1,5 мың көрерменге есептелген әмбебап спорт залы жайластырылған. Оларға жалғаса жаттықтырушылардың жайлары, массаж кабинеті орналасқан. Сондай-ақ осы қабатта рекреациялық жүзуге арналған бассейн мен фитнеспен айналысуға арналған тренажерлар залы бар. Орталық аумағында теннис корты, волейбол, баскетбол және мини-футбол алаңдары. Сонымен қатар дөңгелек трек те бар. Сонымен қатар орталықта 42 бөлмесі бар, 10 қабатты қонақ үй бар. Онда конференц-зал, баспасөз орталығы, мейрамхана, лобби бар жабдықталған. Осылайша бұл жерде осы спорт кешенінің кәсіби спортшылар мен салауатты өмір салтын ұстануға ниет білдірген барша адамдарды біріктіретін орталыққа айналу үшін барлық жағдай жасалған.
Ақтаудағы барлық заманауи талаптар мен технологияларға сай салынған бокс орталығы спорт кешені өңірдегі спорттық өмірде елеулі рөл атқармақ. NCOC компаниясы осындай жобалар арқасында өңірлердің дамуына өзінің сүбелі үлесін қосып, әлеуметтік жауапты компания ретіндегі беделін растап нығайтуда.